Жақында үйдегі ескі фотоларды қарап отырып, әкемнің қара түсті, ақ түсті фотоларын көрдім. Және ол кісінің өз қолымен жазған өлең жолдарын тауып алдым. Менің әкемнің ақындық өнері болатын. Біздің суреттерімізге бала кезде түскен суреттердің артына өлең жазып қалдырып қоятын еді. Сол өлеңдерден бір ұққаным, өзінің атасы Ыбырайдың ұрпағын көбейтсем деп жазған екен. Шынында да әкем 10 балалы әке болды ғой. Мен үйдің 9-шысымын. Демек әкем өз арманына жетті. Сол сөздерге қарап отырып, біз өз арманымызды орындап жүрміз бе дедім. Менің әкем көп жыл ұстаз болды. Соңғы жылдары көзі көрмей ауыратын болды. Сондықтан газет журналдарды менің наскенім диктор болады деп маған оқытып қоюшы еді. Мен сол бір жылы сөзге мәз болып, сол кездегі әкем жаздыратұғын Қазақстан мұғалімі, социалистік еңбек ері, Лениншіл жас, жұлдыз журналдарын оқып беретінмін. Мүмкін мені мұғалімдік жолды таңдауыма осы әкемнің жылы сөзі әсер еткен болар. Және қазақ тілі әдебиет мамандығын жақсы көруімде осы бір ыстық ықыластан болар. Сіз өз әкеңізден қандай естеліктер есіңізде қалды? Комментарий жазып, лүпіл басып, менің видеомды бөлісіп қойыңыз.